Сәлем қыздар, біз бүгін сіздермен өте дәмді, ауызда еритін, жұп-жұмсақ песочный қамырдан, вишнядан пирог жасаймыз. Бізге қажетті заттар: 200 грамм сары май, 3 жұмыртқа, 50 грамм қаймақ, 100 грамм құмшекер, 1 чайный ложка ванилин, 1 чайный ложка разрыхлитель және 450 грамм ұн қажет. Ең алдымен майымызды теркадан өткізіп алып, үстінен құмшекерімізді салып, араластырамыз. Одан соң үстінен 3 жұмыртқамызды салып, жақсылап араластырып аламыз. Келесі кезекте бізде қаймағымызды үстінен салып, араластырып аламыз. Құрғақ ингредиенттерімізді араластырып аламыз. Ұнымызды, ванилинімізді, разрыхлителімізді салып, араластырып аламыз. Ұнымызды салып, өте жұмсақ етіп қамыр илейміз. Басқа ұнның қажеті жоқ, тек осы 450 грамм ұнмен өте әдемі қамыр шығады. Бізде міне осындай жұп-жұмсақ қамыр пайда болуы қажет. Енді морозильникке жарты сағатқа салып қоямыз. Енді біз салмамызға 300 грамм вишня мен 4 ас қасық крахмал, 100 грамм құмшекер қажет. Вишняларымызды сүйегінен ажыратып алып, табамызға салып, үстінен құмшекерімізді салып араластырамыз. Асты орташа отта болуы қажет, немесе асты жабысып қалады. Енді үстінен 4 ас қасық крахмалымызды саламыз. Менде картофельный крахмал. Осылай бір қайнап болғаннан соң астын өшіріп, суытып қоямыз. Енді біз қамырымызды алып, осылай екіге бөлеміз. Бір жағын үлкен қылып, бір жағын кішкентай қылып бөліп аламыз. Үлкен бөлігіне ұнымызды сеуіп, домалақ етіп қамыр жаямыз. Қамырымызды жайып болғаннан соң табамызға орналастырып, бортиктерін әдемі етіп жасаймыз. Пышақпен кесіп аламыз артығын. Енді ішіне салмамызды салып, бір келкі етіп жайып шығамыз. Осылай жайып шықтық. Енді қамырымыздың қалған бөлігінен осындай ұзын-ұзын етіп қамырларымызды кесіп алып, әдемі етіп орналастырамыз. Өздеріңіздің қалауларыңызша қойсаңыздар болады. Қызып тұрған пешімізде 200 градуста 30 минут пісіріп аламыз. Біздің осымен өте дәмді пирогымыз дайын. Міндетті түрде жасап көріңіздер, өте дәмді болып шығады. Қазір сіздерге кесіп көрсетемін. Менің видеоларыма лайк басып, комментария жазып, тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Өте жұмсақ болып шықты. Барлықтарыңызға ас болсын.